Ағайындар, мен соңғы кезде Яндексте таксовать етемін ғой, білесіздер ғой. Орыс апам да, кәдімгідей орыс апам, қазақша судай ғой, қараңыздаршы. Апа, не дейсіз? Неме деймін, мен саған не қазір айтты? Мен анау дүкіне кірді, қазақ қызы тұрды. Мен қазақша сөйлеймін, ол маған орысша айтады. Мен бүйтіп бас, бүйтіп істеге. Мынандай айтам, ол что вы хотели? Орысша маған айтады. Аға, сіз оған жауап бересіз ғой, білмеймін деп айтасыз орысша. Мен айттым, мен орысша білмеймін. Қазақша маған айтты берекен көрініс. Ал ой, апа, ренжіме жарайды, қазақша сөйлеймін қазір. Қай жерде сен тұрасың Қазақстанда, неге сен орысша айтасың? Дұрыс айтады, апам дұрыс айтады. Қазақстанда тұрып қазақша сөйлеу керек. Менде қарайды айтады татар апа. Жоқ, мен орыс апа. Орыс апа. Қай жерде мен тұрам Қазақстанда. Ай, жаным апам. Ай, жаным апам. Солай. Апа, былай айтыңызшы, ақ пен қара Ербол топ деңізші. Я вообще-то апа тиктокер. Қандай мен қазір отырды, қандай мұнан балашқа, ой, қандай. Яндекс, кім директор или кім бастық, мұнан баласы, мұнандай. Ой, рахмет, апа, керемет. Оны, апаларым, привет, здравствуйте. Мынау менің қызы Америкадан тұрды. Майамидан. Қазір мамасы келді. Все, апа, рахмет. Жарайды, сау бол. Рахмет, сау болыңыздар. Тіркел, подписаться басыңыз деп айтыңыз. Тіркел деп айтыңыз. Да, бәріні.